Жоба аясында 2019 жылы тамыз айында Тараз қаласына М2 және М4 жылу құбырларын ауыстыру бойынша атқарылған жұмыстары және Жуалы ауданы бойынша Бауыржан Момышұлы ауылында елді мекендерде газдандыру бойынша қоғамдық тыңдаулар 2 рет өткізілді. 2019 жылы Жуалы ауданында өткен қоғамдық тыңдаудың ұсынымдарының орындалуына байланысты 2022 жылы қайта қаралған болатын. Мысалға алатын болсақ, есік алдындағы трассасы өтіп тұрған Қарасаз ауылдық округі 33 үйдің 30-ына газ кіргізілді. Газ кіргізу құны 80 мыңнан бастап 160 мың теңге аралығында жүргізген туралы қоғамдық бақылау арқылы анықтай алдық. Қоғамдық кеңестердің qkenes.kz ресми сайтын жұмыс жүргізу бойынша 2019 жылдың 79 ақпарат салынып, 5560 қаралым жинаған. Ал 2020 жылы 33 ақпарат салынып, 7581 қаралым жиналды. Қаралым өте аз және төмен деп есептеймін. Жамбыл облыстық, Тараз қалалық және аудандар бойынша қанша материал шыққандығы туралы слайдтан көре аласыздар. Мына жерде бір кісінің дауысы өшірілмей тұр, дауысын өшіріп қойса екен деген өтініш білдіргім келеді. Жамбыл облысы қалалық аудандық қоғамдық кеңестер төралқаларының тең әрі әріптестік негізге аумақтық әдістемелік үйлестіру орталығы әр жылда бір рет өткізілуде. Орталық отырысына облысымыздағы барлық деңгейде қоғамдық кеңес төрағалары қатысып келді. Аса